1937 жылы құрылған бұл помологиялық бақ. Биыл міне 85 жылдығымыз болды. Бұл Қазақстанда жалғыз помологиялық бақ болып саналады. Бұл жердің мақсаты өзіміздің сорттарды шығару, сырттан алып келген сорттарды будандастыру арқылы жақсы өзіміздің сорттарды алу. Жақсы көрсетіп жатса, біз оны кейін ары қарай фермерларға беріп, үлкен масштабта көбейте аламыз. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің оқу тәжірибелік шаруашылығы 20 жылғы Дачрус Салутни Қазақстан Нидерланд Корольдығының компаниясымен келісімшарт негізінде осы демонстрациялық бақ отырғызылды. 20 жылғы пандемияға қарамастан Голландиядан, Нидерландтан Корольдығынан 8 дақыл 40-қа жуық сорттар алып келіп отырғызды. Алманың мұнда 6 түрі бар. Сорттар Қазақстанға бірінші рет алып келіп өсіріп отыр. Көшеттерді осы Нидерланд Корольдығынан алып келіп отырғызды.